Бәріңе сәлем достар, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Достар, бұл жерде жаңадан келіп жатқан подписчиктерге айтарым, көрермендерге, бұл жерде біз әрине интернетте қалай ақша табуға болады, қалай ақша табамыз, ол үшін не жасау керек, не істемеу керек, соның барлығын мен сіздерге осы видеода айтатын боламын. Сондықтан да каналымнан алыстамаңыздар. Біз кешегі тақырыпқа оралайық. Салдым Абалон деген сайт, естеріңізде болса, мен сол сайттан сіздерге ақша шығарып көрсеткен болатынмын. Барлығы мақтап жатыр. Бұл жерде мен сіздерге кеше ақша шығарып көрсеткен болатынмын. Мінекей заявка на вывод 1018 рубль шығарған болатынмын. Бұл порядка қазақ теңгеге аударылғанда бір 5000-нан артса. Достар, мінекей мен пайырға шығарғанмын кеше 20.048. Бұл 24 сағаттың ішінде заявка обрабатывать етіледі, яғни өтіледі, сізге түседі деген сөз. Мінекей статус выполнено дейді. Гуглдан келіп жатыр. Алабес пен Реал Мадрид ойнайды екен. Реалдың жайынкөйлері болса комментарийға жазып кетіңіздер. Ла Лига қарайтын немесе вообще футболмен, спортпен қызығатындарыңыз болса, неге комментарийға жазып кетіңіздер. Және де менің телеграм каналым бар, және де оның қасына тағы да сөйлесетін беседа, яғни подписчиктерім бір-бірімен араласуына, менімен сөйлесуіне деген мүмкіндік жасап қойдым. Сондықтан сол жаққа тіркеліңіздер. Сол телеграм каналда барлық сайттар бар, қызықты барлық сіздерге ақпараттар бар. Және де ертең тағы да алдағы уақытта, Алла қаласа, Инстаграм, ВК, тағы да сол сияқты әлеуметтік желілерді сіздерге жіберетін боламын. Сол жерге тіркеліңіздер, мені қолдап кетесіздер деген сенімдемін. Ал сіз кім жеңеді деп ойлайсыз? Өзіңіздің прогнозыңызды айтып кете салыңыз, әрине комментарийда. Енді мен бұл видеоны салам дегенше ол матч аяқталып болатын шығар уже негізі. Неден тақырыптан ауытқымай қояйық, бір танысу, бір не болған шығар. Қараңыздар, статус выполнен, яғни орындалды дейді. Енді мен сіздерге көрсетейін, яғни пайырға кіріп, өздеріңіз көріп тұрғандай, менде бұл жерде 1226 деп тұр. Мен историяны қараңыздар. Мінекей, мен кеше 1000 салғанмын. Мінекей, көрдіңіздер ғой. 1018 рубль мінекей шығып тұр. Міне 1018. Ана жақта да дәл сондай 1018. Достар, көрдіңіздер ғой мен. Міне көздеріңізше мен тағы да салып көрсетейін. Бұл сайтты түсінбей атсаңыздар, осы видеодан сіздерге төбеде подсказка шығады. Сол жерде сіздерге мен осы видеоны таныстыру, осы видеода қалай жасау керек, барлығын сол видеода айтқан болатынмын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, мен жауап беретін болам. Ал енді сіздерге мен қазір осы сайттан қалай ақша салу керектігін дұрыстап көрсетейін. Ол үшін біз әрине пополнить балансқа кіреміз. Выбрать способ басамыз. Менің нашарлау болып тұрмын, ештеңе етпес. Мүмкіндік көп. Кивиден салсаңыздар сіздерге 100 рубльден салуға болады, бірақ менде қазір киви болмағандықтан мен пайырдан салатын боламын. Пополнитті басамыз әрине. Қараңыздар, бұл жерде 1000-нан кем салуға болмайды екен, тек пайырда ғана кивиден сіздер 100 рубльден бастап салсаңыздар болады. Мен бұл жерде енді әрине 1000 салатын болам, тағы да. Салатын болам. Мінекей пайыр дегенді басасыз, мен істегенді қайталап отырсаңыздар болды. Пайырдың үстін басасыз, подтвердитті басасыз. Мінекей осындай окно шығады. Сіздерге өз жерлеріңізге өзіңіздің логиндарыңызды, парольдеріңізді жазасыздар. Мен ешқандай ештеңе жазып атқан жоқпын, өйткені менде барлығы өзі нестелеген сақталып тұрған. Мінекей сумма подтвердитті басамыз, міне ешқандай ештеңе түртпей қойыңыздар. Подтвердитті басамыз. Оплачен, яғни ешқандай қиындық жоқ. Ваш платеж принят, яғни біздің платежымыз қабылданды. Және де 24 сағаттан кейін бұл біз өзіміздің немізді, ақшамызды шығара аламыз деген сөз. Список депозит дегенге кірейік, яғни депозиттердің несіне. Неке қараңыздар, біз осырағанда депозит автоматически уже алынып қойған, мінекей көрдіңіздер ғой. бір күннен кейін ол ақша сіздерге түсетін болады. Және де өздеріңіз шығарсаңыздар болады, ондай
жатыр. Міне мынау бұл кешегім менің, ал енді мынау жаңа бүгінгі осы тұрғанда жаңа істегенім мен. Неке достар, басқа ешқандай да көрдіңіздер ғой, 2000 рубль салғам, 1018 шығарғам. Енді бұл бір күнге ғой, енді мен ертең бір аптаға салатын болам алда достар, сондықтан да қорықпай сала берсеңіздер болады. Достар, міне сіздерге қалай салу керектігін көрсеттім, ешқандай қиындығы жоқ, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Достар, каналыма тіркеліп кетіңіздер, және де қызықты видеолар тағы да шығады алдағы уақытта, сондықтан да сіздердің қолдауларыңызға мен әрине зәрумін. Сондықтан да лайк басып, подписка жасап достарымызға айтуды ұмытпаңыздар. Жақсы достар, аман сау болыңыздар.